Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада баклажаннан жасалатын өте дәмді оңай рулеттердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 2 баклажан қажет болады. Жуып, тазалап, 2 жақ шетін алып тастайсыздар да, видеода көрсетілгендей ұзыншалап осылай кесіп шығасыздар. Міне барлығын осылай кесіп алдық. Енді тұздап шығатын боламыз. 2 жақ бетінен қатты тұзын көп қылып жібермейсіздер. Барлық баклажандарды осылайша тұздап шығасыздар. Кейін кішірек болса 2 жұмыртқа, үлкен болса 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аласыздар. Баклажанның бір жақ бетін бірінші жұмыртқаға, кейін осындай панировочный сухариға аунатып, противенімізге осылайша қойып шығатын боламыз. Мендегі панировочный сухари, конечно, деп аталатын корейский түрі. Осы сухарин екінші сары түрі бар, соны қолданыңыздар. Сол кезде баклажандарыңыз пісіп шыққан кезде сап-сары болып, әдемі болып көрінетін болады. Міне барлығын осылай орналастырып шықтық. Енді 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп алуға пешке саламыз, духовкаға, яғни пісіп шыққанша соусын дайындаймыз. 2 ас қасық майонезге ұсақтап туралған укропымызды және де 2 тісше чесногымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне соус дайын. Енді ортасына салғанға қызанағымызды видеода көрсетілгендей ұзыншалап турап шығамыз. Және де осы кезде листья салата болса өте керемет болады. Әдемі дастархандарыңызда әдемі көрінетін болады, әрі дәм беретін болады. Міне осылайша біздің баклажандарымыз пісіп шықты, толық пісіп шығады. Енді панировочный сухари аунатылған жағын сыртқа қаратамыз да, іш жағына соусымызды жағамыз. Және де помидорымызды салып орап шығамыз. Егер де сіздерде листья салата болса, помидордың астыңғы жағына бір шетін кішкене шығарыңқырап листья салата салып жіберіңіздер. Сол кезде өте әдемі көрінетін болады. Міне екіншісінде көрсетіп жатырмын. Осылай соусын жағамыз, үстінен помидорымызды салып, осылай орап қоямыз. Ыдысымызға осылай әдемілеп орналастырып алғаннан кейін үстінен мен бальзамический соус деп аталады. Осыны әдемілік ретінде үстіне осылай жағып шығамыз. Және де қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Міне осымен біздің баклажаннан жасалған рулеттеріміз дайын. Тез әрі оңай жасалады, әрі қонақтар келетін кезде уақытыңызды үнемдейтін болады. Осы рулеттердің менде қуырылып жасалатын түрі YouTube каналымда бар. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар, рахмет.